Бүгін біздің командамыздағы Жалғастың туған күні. Жалғастың туған күніне қандай сыйлық сыйлайтынымызды өзінен сұрайтын боламыз. Грубо говоря деп тұр ғой. Ассалаумағалейкум, Жалғас, қалайсың? Туған күнің бар, родной? Туған күнмен құтты болсын туған күнің. Не алып берейік туған күніңе, родной, айтшы? Жоқ, ондай әңгіме өтпейді, короче. Жоқ, сен айтсай, не сыйлық керек екен? Жалғас, ұялмасаш, брат, біз айтып отырып қой, сен қысылмай айт бізге, не алып берейік? Машина беріңдерші, мен де джиппен жүрейінші машина. Жоқ, сен айтсай, именно не сыйлық керек екенін айтшы, мынау деп айт, соны алып беремін. iPhone 10 жаса беріңдерші, арам жүрейінші мен. Ана Жалғас, сен мына жауапкершілікті түсін да, сенің туған күніңде бұл жерде сен қалаған сыйлығыңды әпергіміз келіп тұр да біздің. Соны сен қысылмай айт, не керек, біз бәрін әпереміз. Ноутбук па? Болды ғой? Болды. Алматы ноутта жүрміз как раз. Мына жерде HP бар, Lenovo бар, Asus бар, MacBook бар. Қайсы? Acer. MacBook. Новый Новый дейсің ба? Жо, сен айтсашы қандай MacBook екенін, қысылмасашы, родной. Салғанда бола береді. Ұсталған ноут па? Болды ғой? Мына жерде рассрочка бар, сыйлық береді, зат алатын болсаңыз. Сосын гарантиясы бар, басқасын бәрі бар да. Соны как раз саған алып берсек. Кірсеші сен ішке. Сен анда рассрочканы алайын. Все-таки сенің туған күнің. Құтты болсын, төлей аласың ба енді? Айттық қой, қалағаныңды әпереміз деп айттық. Жақындарымыз аман болсын, бір-біріміз қуанып жүрейік.